Уважаемые односельчане, у нас сегодня небольшой мажилис в связи с приближением мусульманского праздника Айта, поэтому мы решили тут собраться, собрали старейшин нашего села и поговорить об этом празднике. Вот слово я сейчас хочу предоставить Умербеку, он объяснит, все разъяснит. Assalamu alaikum. Hürmetli ауыл тұрғындары, ата-аналар, аға қарындас, туған туыстарымыз, сіздерді алдап келе жатқан Құрбан айт мерекелеріңізбен құттықтаймын. Айттарыңыз қабыл болсын, мүбәрәк болсын. Бүгін Қарапа күні басталып жатыр ауыл Мекке Мәдинада. Бұған да Алла Тағаладан пайғамбарымыздың үмметтеріне тапсырған бір қасиеттерін деп тауап ету парыз. Оған кетіп жатқандарға сәтті сапар тілейміз. Ал айтты қалай өткізу керек туралы мен сіздерге азғантай білгенімді шариғат жолымен таныстырып өтейін. Айтта құрбан шалу керек әрбір мұсылман баласы. Құрбанды қалай бауыздайтынын, қалай шалатынын мұндағы ақсақалдар барлықтарыңыз білесіздер. Оны айтып жату артық. Сондықтан барлықтарыңыз өз білгендеріңізше бисмилля Аллаху акбар деп құрбандарыңызды бауыздауға болады шариғат жолында. Ал енді ары қарай айтар болсақ, бұл айттың 3 күнінде біздің дастарханымызда қарам саналатын арақ деген нәрсе болмау керек. Оған қазіргі мұсылман қауым наразылықтарыңыз болмасын. Оған 3 күнге сіздер шыдайсыздар. Жастар болсын. Жастарды көтеріп алу ақсақалдардың міндеті. Оларға айтсаңыздар ақылменен. Олар түсінеді. Сондықтан осы арақ болмасын дастарханымызда. Басқа дәмдеріміз барлығы жетеді. Сонымен айтты құрметтеп өткізуіміз керек. Бұл мұсылманның ұлы тойы бүгін. Сондықтан мен мұсылманмын деген адам арақсыз, таза құрбан айтын өткізейік. Әрі қарай айтсақ, бұл басшыларымыз, ақсақалдарымыз наразы болып отырған бізде бір нәрсе бар. Ол біздің мұсылмандарымыз, ата-бабаларымыз артында айтуға ауыз бармаған. Бұлай енді қорсылдақ деп жатыр қазір. Шошқа ұстау мәселесі. Бұл біздің мұсылмандарымыздың ішінде көптеп кезігіп жатыр деп айтылып жатыр. Оның керегі жоқ ағайындар. Оны біз ұстамауға болады қалайда. Қазір бұл аштық кезі емес. Бұл нарық болғанымен біздің дастарханымызда басқа дәмдеріміз бәрі болып жатыр. Нанымыз бар, Аллаға шүкір. Бәрі де бар бізде. Біз ешқандай аштық, сондай соны ұстай қоятындай дәрежеге әлі жете қойғанымыз жоқ ағайындар. Мұнда жоқ, ондай адам мұнда отырмағанымен сондай бар жерге айтып, бұлай ақылменен түсіндіру шарт. Ол бізде дастарханымызға қарам салады. Артында айту қарам. Оны шариғатымызда мен айтып берейін сіздерге қайдан жаратылғанын, қайдан шыққанын. Ол қонақтан келіп қонады, асын ішеді, таңертең тұрып пайғамбарымыз дәрет алады дейді. Ал анау екі адам дәрет алмайды дейді. Жай бет қолдарын жуады, сосын пайғамбарларымыз оларға айтыпты. Баласына айтқан екен, ойбай, бұл екеуі кәпір адам екен, намаз оқымайтын, дәрет алмайтын. Бұлардың дәретінің суын менің дәрет суыма қоспаңдар депті. Өзін төгіңдер, жеке. Сонымен ол суды төгейін десе, жерекеш жерде одан тітекен төккізбепті дейді. Еш уақытта. Жерге төге алмай, тарыққа сөнгейін елші жіберіп, Алла Тағаламыздан сұратыпты. Бұл неліктен солай деп. Онда Алла Тағаламыз айтыпты, оны түйілағанат деп айтып, шидің арасында шашып жіберу керек деп. Сол кезде ол түйілағанат деген харам деген сөз екен. Лас деген сөз. Солай айтып, шашып жіберген жерінен жаңағы доңыз атты пайда болған екен. Сондықтан бұны мұсылманымыз, бұны ұстаған, тұтынған мұсылмандарымызды Алла Тағала шариғатта мұсылман деп айтуға болмайды депті. Шариғат жүзінде мен оқығаным, сіздерге мен біліп тұрмын, мен көріп келдім деп айтып тұрғаным жоқ, оқығанымды айтып жатырмын. Оны тұтынуға болмайды депті.
Біздің ата-бабамыз қанша соғыста, аштықта, қаншама бала шағасын асырап, осыны тұтынбай-ақ, осы өмірге осы тұрған барлығымызды жеткізіп кеткен жоқ па, ағайындар? Сондықтан оны қазір мен мұсылманмын деген ағайындар қораға ұстамақ той, сыртын көргеннен қашу керек, алыс шығу керек. Оны тұтынбауларыңыз керек. Оған қазір ауылымызда ұстап отырмыз. Ертең күні сырттың біреулері естиді, айтады, ойбай сөйтіп жатыр екен, ойбай бүйтіп жатыр екен деп. Оның біздің қазақтық ұлттық намысымыз бар қазір. Егемендік ел болып жатырмыз. Өзіміздің көк байрағымызды көкке көтеріп, мұсылмандығымыз, өлгеніміз, тіріліп өшкеніміз оралып жатқан бұл заманда оны ұстап біз намысымызға сондай артық сөз келтіргеннің қандай мәнісі бар дегенде өздеріңіз ойлап көріңіздер. Оның ешқандай керегі жоқ меніңше, ағайындар. Оны енді азайтуларыңыз керек. Жаңа мен айтып кеттім, бұны азайту керек, ағайындар. Ұстамау керек, жоғалту керек. Бұнан тапқан пайда қарам дейді. Машина алып байып жатқанда аварияға түсіп те жатыр. Оны өздеріңіз естіп біліп жүргендеріңіз де болу керек. Мұның Алла Тағала жақсы көрмегендіктен ары қарай бұның жазасы бар сіздерге, ұстаған адамдарға. Оны бәлендеп сіздер болмайды, бүгін мынандай болды, біз ұстай береміз, бай береміз деп көздеуге болмайды. Басқа біздің байлығымыз жетіп жатыр, ағайын, Құдайға шүкір. Дастарханымызда дәніміз бар қазір мынау заманда. Бәрі де баршылық, Аллаға шүкір. Сондықтан сіздер өздеріңіз ойланыңыздар, жастарға айтыңыздар. Менің осы совхозда қазір осы дін жолында имам болып жүргендіктен осыны айту маған парыз болып тұр. Сондықтан мен ақсақалдардың алдында осыны бүгін айтып өтейін деп келдім. Бұған бастықтарымыз да, ақсақалдарымыз да бәрі наразы болғандықтан осылай айту керек дегенді айтты. Енді ары қарай бұл мәселе жалғаспасын, ағайындар. Біз басқа жолменен баюға, ол Алла Тағаланың берген ырыздығым депті. Ал шариғат жолында Құран кәрімімізде бұл ешқашан жаңағы доңызды, харам нәрсені ұстау мұсылман баласына жазылмаған. Ол мұсылмандықтан шыққан деп айтады дейді. Сондықтан ары қарай тағы айта кетерім, құрметті ауыл тұрғындары, айттарыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыз, отбасыларыңызға Алла Тағала бақыт әкелсін. Осылай жыл сайын айттарыңыз тойлап, мұсылманның үлкен тойына мұсылмандықпенен қарап, осылай жыл сайын тойлай беруіңізге мен имандылық атымнан осынау алдарыңызда тілек тұрмын. Ал енді ары қарай айттарыңызды жақсы өткізіңіздер, тілектеріңіз әрқашан қабыл болсын мүминдер. Айт намазы жылдағылай болады, әрбір ауылымыздың үйлерінде. Оған көптеп қатысыңыздар. О жерде құрбанның батасы, сол жерде бәрі істеледі. Оған келіп қатынасуларыңызға, барлықтарыңызға жол бос, есік ашық. Ал осыменен сау болыңыздар. Бүгін мұны иманымыз сіздерге алдағы келе жатқан мейрам туралы көбісі білет те шығар, білмейтіндер, жолы болмасын отырған азаматтардың ішінде. Осы кісінің айтқанын әрқашанда қолдап, осы кісінің айтқанын Құран жолы ғой. Құран жолы болғаннан кейін біз соны ұстауымыз керек. Мен өз тарапымнан айтайын дегенім, біздер 6 жыл болған екен, кеше телевизордан көрсетті. Жеке егеменді мемлекет болғанымызға сол туралы кеше басшымыз Нұрсұлтан Әбішевич кімді Назарбаевты жеке бірінші орденменен кеше наградтады. Енді айтайын дегенім, бұрын Совет үкіметі болды. Совет үкіметінде мынандай жиналыс, мынандай, значит, молдамыз бізге не істеу керек, не қою керек, ондай бізде болған жоқ. Енді осыған мынау Назарбаевтың арқасында, егеменді мемлекет болғанның арқасында міне осындай заманға жетіп отырмыз. Сол заманды сіздерден сұрайтыным, осы заманды әрқашанда қолымызға ұстап, оны жерге түсіріп алмай.
Ол үшін не істеуіміз керек? Осы отырған қауым бір-бірімізге қонақпыз. Бір-бірімізге осында бөтен адам жоқ, бәріміз туыс. Бір жағы жиен, нағашылы деген сияқты бөтен адам жоқ. Сол үшін бір ауызда болайық. Бір ауыз бұл жетпейтін дүние ешқашан да жеткізбейді. Ал егер де бір-бірімізге қолымызды жазып, қолымызды берсек, айтқанымызға, ойлаған ойымызға әрқашанда жетеміз деп ойлаймын. Дұрыс па? Енді тағы айтайын деген, анау үкіметіміз, басшымыз Назарбаев 6 жылдың ішінде үкіметтің қатарына қосылды. Күндіз-түні біз үшін ол кісі еңбек жасап, күндіз-түні шетелдерге шығып, өзінің халқын таныстырып отыр. Сол үшін, біздер де ол кісінің айтқанын, ол кісі жаман болсын демейді біздерге. Біз жұмылып еңбек істесек, сол еңбектің арқасында қатардағы үкіметтердің қатарына қосыламыз деп ойлаймын. Сіздерден сұрайтыным, бір ауызда болайық, әрқашанда бір-бірімізді сыйлап, бір-біріміздің айтқанын жерге тастамай, қолдап жүрсек, әрқашанда өміріміз жаман болмайды деп ойлаймын. Енді қалды айтайын деген жаңа Өмірбек айтып кетті. Алдағы келе жатқан мейрам тойымен сіздерді құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Бала шағаларының қызығын көріңіздер, үйлеріңізді қызық кетпесін. Сол қызықты бәріміз тойлап бірге жүре берейік. Желающих будет? Енді кейін жақсы қасиетіңіздер. Бүгін келе жатқан Құрбан айты 28 сәуірдің бәрі де білесіздер. Соны енді сіздер үлкен кішісінде қарсылайын деп отырмыз. Бұл Құрбан айтымыз құтты болсын. Осында тұрған бүкіл мұсылман халқының бәрі де денсаулықтары мықты болсын. Бастары аман, бауыр бүтін болсын әрқашанда. Аспан ашық, ел тыныш болсын. Береке болып, мереке болсын әрқашанда осылай жыл сайын тіршілікте қарсы алып айтымызды. Сосын тірлік пен бірлік болсын. Енді мынау жаңа имам айтып кетті, Шәкен айтып кетті. Енді жастардың да, өз басының да бір ел болып отырғасын, өзіміздің бір-екі назымыз бар еді, соны айта кетейін деп бүгін мына жиналыста бірінші болып жатқан мынандай жиналыс бірінші рет. Осы біз қазақ мұсылман болып жатқандар осы Саққозда. Сондықтан міне соны пайдалана кетейін деп сіздердің алдарыңызға шығып отқан. Бірінші мынау еліміздің бірлік тірлігінде бәрімізде осында 150 үй бар екенбіз. Бәрімізде қазақ баласын, бәрімізде мұсылман баласымыз. Және ел болып отқасын. Суымыз бір, жеріміз бір. Сол анау бірге отырғасын, ел болып, бір болып бізде енді Саққоз бірінші осы елде отырған күші бар. Соған енді бірлікке шақырам. Өйткені біздің қазіргі соңғы кезде біздің бірлігіміз ептеп тайынқырап бара жатыр. Елде өзі 2 адам бар екен. Бірінші елдің ақсақалы бізді басқарып жүрген, екінші біздің өзіміздің үкіметті заң бойынша қойған директорымыз. Сондықтан ол президентіміздің міндеті бізді ашық қылмау, жалаңаш қылмау. Шөбімізді, жемімізді тауып беру, айтып біздің халықты ойлайды. Ал екінші мынау ел ақсақалы деген бізді осында Құрбан айтта, тойда, Наурызда біріктіріп, басымызды қосып, байрам шүйітіп, солай жағдай. Сондықтан мынау біздің ағаң соңғы кезде ағамыз әркім бір сүзгілей ма, ептеп бұл кісі ептеп бас тартқысы келіп жүр. Оған біз енді бұл кісінің жасы бар,
Söz десе сөзі бар, ақыл десе ақылы бар. Әлі денсаулығы жақсы. Сондықтан біз осы елді өзімізді біріктіріп, әлде де ары қарай жалғастырып дегендей. Сол біз енді қазақтың өзіміз, қазақ десе өзімізге тиеді. Сөзіміз көп. Сондықтан да әрқашанда бұлай ұйымшылдыққа шақырам, бірлікке шақырам, тірлікке шақырам. Әрқашанда мына үлкен кісілер болсын, жас болсын, бәрімізде осы ұйымшыл болып, бір жеріне шығып, бір жағадан кіріп дегендей. Сондықтан тағы да айтарым, осы бірлік болайық, соған шақырайын деп тұрмын. Екінші жағдай, жаңағы имам айтып кетті, біз енді шынында да осында қазір жасымыз отырмыз, бәріміз де білеміз, бәрімізді көріп жүрміз. Осы мынау айтты келгенде, құрбан айтты келгенде, осы қазір осы центрдің өзінде біздің орталықтың 73 үй бар екен. Соның өзі 38 ғана шалады. Қалғандары шалмайтын болып шықты. Олар азаматтар, кәдімгі қап-қызыл жігіттер, жұмыс істейтін бәрде. Сол енді мынау іргемізде бірлік деген ауыл бар. Олар анау әкесі болсын, баласы болсын, немересі болсын, бөлек үй болса, отау болса, олар шалады. Оларны қазір отқа қарап атқан ешкім жоқ, аштан өліп атқан ешкім жоқ. Сондықтан да мен бір жылдық айтты, ол өз үшін шалады, отбасы үшін шалады, амандыққа шалады. Мына шариғатта солай. Сондықтан енді біз жаңағы имам айтып кеткенмен тағы да тірілтейін деп отырмын. Мен өзім көзім көрмегенмен де естеймін. Мына біз енді мұсылманның баласына жалынмаған нәрсе. Ондай жағдай жоқ. Мынау доңыз дейді ғой қазақтар. Сол доңыздар қазақ біздің баласымыз, осында отырған көпшілігі. Әке шеше ұстамасы өздері ұстайды балалары. Сондықтан да мен айтарым, соны ұстауды қойсақ деймін. Өйткені біз қазақ болып туғасын, қазақ болып өлеміз. Ол өйткені қанымызға жалынмаған, дінімізге жалынмаған нәрсе, біз оны ұстап байымаймыз. Мысалы, мынау Жетікөл бірінші орнағанда монша салған екен, осы көпшілігі бәрі де біледі. Сонда монша салғанда кешке салып қойса, таңертең құлайды екен. Ол жерде аруақ бар екен, мұсылманның. Сол бір орыстың несіне батты, тобына. Сола ол кісі айтыпты, сонда апарып доңызды сойыңдар, қаны ақса, сол жерде ол кетеді. Сол барып істеген екен, сол ақбота болып, жаңағы аруақ көшіп кетті. Сондықтан ол өзінің етін жемек түгіл, ұстамақ түгіл, оның қанын өзі қара. Сондықтан мен оны осы бүкіл мұсылман әулетіне соны ұстамаса, ол үйден барып дәм татса, ол бәрі харам деп отырмын. Сондықтан тағы да тілейтінім, мынау құрбан айт қайырлы болсын, бәрімізге бақыт әкелсін. Бұл айтты көрген де бар, көрмеген де бар. Бәрімізде аман болып, әрқашанда отбасымызды бәрімізде береке болып, бала шағалардың қызын көрді. Мен енді көпшілерге айтарым, өмірлері ұзақ болсын. Сіздер енді соғысты да, аштықты да көрдіңіздер. Енді бізді ер жеткізіп, азамат қалып, бізді енді сіздердің тұяқтарыңызды басып келатырмыз. Сондықтан міне сіздерге көп-көп рахмат. Ал жастарға айтарым, жаңағындай бірлік болсын, тірлік болсын, осы шалдардың істеп берген өмірін біз алға жалғастырайық. Тағы айтатындарың бар ма? Тағы айтатындарың бар ма? Сөріпті ме? Айтсам мен айтайын бір екі ауыз сөз. Осы артына қақсап атқан жайын не деген артынан деді, артына болады ғой. Ал құрметті ағайындар, мына бүгін бұл еш жерде болмаған зат. Мен өзімше бір қуанып отырмын. Мен 40 жыл уақ елінде жүріп келген баламын. Қазір жасым 60-қа келді. Бұндай жиналып құрбан айтына бас қосып, мәжіліс ақыл қорысып, ақылдасып деген ұйымдасу деген жоқ еш жерде. Бұл Қарасу райында мен көрген жоқпын, осы жасыма келгенше. Бұл үлкен жетістік. Бұл жетістік
Біріншіден әрине рахмат ел басқарып жатқан азаматқа. Мынау Зуфарна өзіміздің, бұда өзіміздің мұсылман. Осы екі азаматқа директоры бар, лабасы бар, рабочкомы бар, осындай ұйымдастырғандарына көп рахмат айтамын. Ал екіншіден, мынау келе жатқан құрбан айттарыңыз әр семьяға бақыт әкелсін, бала шағаларың аман болсын, 80-ге келген шалдар арбай жасай берсін, негізінде жастар аман болсын. Өмірге келген адам өлгісі келмейді ғой. Менің ағымда я деп осы құлағын салып жатыр, шалдар аман болсын дегенге, сонда да менің тілейтім жастар аман болсын. Жас аман болсын. Күні бойы айтып жатқан халықтың әлгі иманның айтқанда, басқа жігіттердің де айтқандарына мен қосыламын. Ондай зат болуға тиісті емес. Керегі жоқ. Оның түбі байлыққа бармайды, оның түбі бір жаманшылыққа бастайды. Елге қырсығы тиеді, кесапат болады. Сондықтан тілейтін ел деп отырмыз, ел қылып отырмыз. Ел ағасын сыйлау керек, елдің бірлігін сыйлау керек. Шамамыз келгенше тілмен көмек беру керек. Мынау құрбан айтында үй ішінде араздасып, мынау келген сөз болса, бір үйдің семьясында совхоз түгел. Соның өзі бір-бірімен кешірімге келеді дейді. Сондықтан бәрін кешіру керек, жақсы өмір сүру керек, бірлік болу керек, тірлік болу керек. Сөзім мынау ел ақсақалдарының былтырғы бір қозғалған әңгімелерін сырттан естіп, ел ішінен бір үй алып, ел ағасы басқын көмектессе, мешіт ашты. Керемет қылып мешіт салмағанмен, әйтеуір ең болмаса жұма намазын оқитын шалдарға соған көмектесіп, мынау елдің ішінде осыдан басқа христианский хозяйство деген қазақтар да бар. Соның біреуі мен болып жатырмын деймін. Биыл егінім шығып кетсе, мен сіздерге көмектесем, осы мешіт туралы. Сондықтан да мұсылман болып көмектесіп, үйтіп, сол орындашу керек. Ода ештемеміз кетпейді. Хотя бы жетісіне бірлеп жұма намазын оқыса, и то үлкен сауап болады. Молдамыз бар, жас десең жас, білімі десең білімі бар. Ешқандай басқа елдікінен кем емес. Мен біраз жерді аралап жүрмін. Сондықтан солай істеу керек. Ал баршаңызға да өмір, бақыт тілеймін. Айттарыңыз қабыл болсын. Келесі айтқа дейін құрбан айтына дейін аман болайық, сау болайық. Жаңан айтайын сендерге. Сонда мынау мешіт салған бәрі дұрыс. Мынау доңызды айтып жатыр. Оны қалай түгін ешкім айтпайды. Былтыр міне мысалы бір жағдай болды. Біреулер айтты, сенің ағайының ұстап отыр деді. Оны жұмыс басынан барып ұстап алдым. Сен мынау бізді ерекшелерді ұятқа қалдырып жатқаның не дедің? Анау шошқа ұстағаның. Ұят емес пе? Жоқ, мен ұстамаймын. Мен қорасын тексергем жоқ, естігесін айттым оған. Жоқ, мен ұстап жатқан жоқ, өтірік деді. Өтірік болса жарайды дедім. Бірақ ұстайтын болсам дедім. Мен сені ерекшеден шығарам дедім, өзім айттым. Ағайдың болғасын. Солай міне осы үйде, осы ауылдағы аспаннан соғылған жоқ шошқа ұстайтындар. Біреудің баласы, біреудің ағасы, біреудің інісі, біреудің әкесі солай. Солай тыю керек. Әкесі ұстайды, әй бала, қалқам, сен ұстайтын болсаң, мен сен әкең болмай, сен маған бала болма деп, солай айту керек. Солай тыю керек шошқаны. Сосын мешітті айтып отыр, дұрыс салу керек. Бірақ ол енді мына 2 райондық салғанда қалай бірінші салды, иә? Зорға күшпенен.
Қарасудікі зорға бітті, Семсердікі. Бір заман дұрыс сонда салармыз. Мынау ауыл болып тұрып, мына молда айтсын мінекей. Айттың алдында аруақтарға Құран оқуға зират алыс. Қарасу районында бір сақуды зиратымыз жоқ ауылдың жанында. Қазір зират болса ауылдың жанында барып қана құқы болады аруақтарға. Бәріміз жиналып, ол қиын емес зират орнату ауылдың жанынан. Сондай бір не қойым келеді мен осы. Шалдар бар, жастар бар деп. Бәріміз жиналып нетсек, енді оған көп күш керек емес зират орнатуға ауылдың жанынан. Қыстың әйтіп бораны болады. Жол ашу керек, трактор керек, көлік керек. Орыс зираты бар. Қазақ зираты соны көптен бері ойлап келе жатырмын мен. Сол бір мәселе. Соны осындай шешпегенде қай кезде шешеміз? Иә, өлмейтін адам жоқ. Бәріміз де ол дүниеге барамыз. Енді жатқан адамға зиратта бәрібір тірі адам керек қой. Сол мен айтқым келгенім. Айттың алдына ма, айттың атына әлі, енді мұсылманға аруаққа Құран оқуға парыз емес пе, иә? Молда айтсын. Парыз. Сауап та парыз да бәрі. Жаңа айтылып жатқан мешіттеріңіз болса, соның ішінде де оқу сауап. Қабірдің басында бармай, сол зираттың сауабы жанында болса ол. Ал зираттың жанында болса оның жанынан бір жақын жерде осынау бастықтар бар, ауылдың әкімі бар. Көлік болмаса жаяу қолмен көтеріп апаруға да болады, сүйек зиратқа. Осы көлік жоқ, бензин жоқ, сарапы жоқ. Мұсылман зиратын істеуге болады ғой. Ол көппен шешілетін нәрсе ғой. Сол көппен жиналып жүріп осы мәселені көтеру керек. Әкімдер жастар қарсы болмайды. Олай нетсек, ақылдасып істесек, енді зарплатымыздың ақшаны төлейміз, материал табуға жәрдемдесеміз бәріміз де. Сол мен айтатым. Анау пастух қашан болады, пастуғын? Кешке ол. Сағат 6-да. Вопрос учите. В общем-то, этот вопрос мы 2 года уже обсуждаем, но в этом году часть материалов уже завезена, место выбрано. Вот Есен знает, значит, это. И в прошлом году мы это разбирали этот вопрос. Вот недавно, значит, мы собирались. В общем-то, это была личная инициатива Казубая Тастемировича здесь построить, значит, в прошлом году вот Бексултанов ага здесь сидит, Еркен, значит, прораб. Мы ездили в Тарановский район, значит, Майлина, там хорошая, значит, мечеть. Проект составили свой, немножко другой. Сейчас, значит, прораб Еркен Асатов этим вопросом занимается, бригада есть. Ну, конечно, нужно будет еще с населением. Вот вам, я вас всех призываю, значит, поработать, чтобы каждый внес. Не только, значит, казахи, у нас мусульманского населения проживает много. Есть, значит, и татары, и азербайджане, и чечены. Они, в общем-то, не прочь внести, значит, свои пожертвования, свои взносы. Но я думаю, вот этот вопрос в этом году решится. Потому что, я еще раз говорю, часть материалов завезена, сейчас, значит, остальными вопросами прораб занимается. Значит, бригада для строительства тоже есть. Вот здесь, значит, вот тут на площади между садиком и школой, на месте бывшей старой конторы. Когда-то там контора была, потом она сгорела. Да. Конечно, это очень хороший вопрос вы затронули, но по кладбищу, значит, я действительно с вами согласна, тут надо хорошо, наверное, подумать, место выбрать хорошее, значит, действительно, чтобы это здесь у нас было.
Так, ну я думаю, эти вопросы, значит, решены. Я думаю, что нам надо собираться, значит, может быть, не так часто, но изредка время от времени собираться и вот такие вопросы решать. Потому что эти вопросы никто до сих пор не поднимал, значит, хорошо, что вы пришли. Я также, значит, пользуясь случаем, хочу, значит, обратиться. У нас в школе есть казахские классы, значит, уже до 4 класса дошли, и очень тяжело, значит, даже вот, ну, казахское население детей, значит, казахские классы отдает. Вот хорошо, значит, здесь слышать казахскую речь, все говорят по-казахски. Вот сейчас нам вот Умербек выступил, рассказал. Потом, значит, когда взрослое население уйдет, замену взрослого населения всегда должна прийти молодежь. Молодежь должна прийти грамотная, которая должна знать наши, значит, обычаи мусульманские, хорошо знать язык. Вот для этой цели, значит, мы открывали в школе казахские классы. И моя просьба, значит, поддержать дальше, потому что очень тяжело идут, значит, в казахские классы дети. А если, значит, без детей нет нашего будущего, поэтому вот на этот вопрос тоже нужно обратить внимание. И еще, значит, мы вот тут посоветовались, вот каждый раз, значит, такое, ну, большое форум собирать не будем. Как вы думаете, нам следует вот выбрать совет старейшин, вот из вашего числа сейчас? Потому что приходится очень много вопросов, ну, решать, вот, потому что всех собрать невозможно. Вот, значит, я вам предложу, но ваше дело, значит, выбрать их, не выбрать, можете других, значит, предложить. Вот Бексултанов Акилбек, значит, Умербек Какен, Данкенов Малик, Ищанов Кабиден, Асатов Баймурат, Шургулов Есен. Может еще кого надо, может вместо них других надо. Вот давайте здесь, это вот просто вам предложение, понимаете? Вы можете... Да. А? Вот, давайте подумайте сами. Знаете, это вот просто на ваш суд выносится. Вот сейчас мы поэтому и собрали. Они пришли и сказали, чтобы мы их послушали. Я обращаю внимание на всех одинаково. По майскому специалу, қандай помощь керек, чтобы айтса, чтобы согласны. Вот еще раз, значит, Бексултанов Акилбек, Умербек Какен, Данкенов Малик, Ищанов Кабиден, Асатов Баймурат, Шургулов Есен. Может еще кого-то надо, может вместо кого-то ввести надо. Немного и немало. Ну, думаю, потому что эти люди у нас давно живут. Так, знаете, ну раз у нас по всей стране сейчас демократия... Надо неровное число. Хорошо, как раз 7 человек без Ничего Значит, ну давай, значит, вот эти товарищи у нас Бексултанов, Акилбек, Умербек Какен, Данкенов Малик, Ищанов Кабиден, Асатов Баймурат, Шургулов Есен, Биртаев Есенжол, чтобы пройти. Недельный. Кто против? Спасибо. Все единогласно, хорошо, значит, ну они потом останутся, потом, значит, вот эти вот избранные товарищи, ну, мы все выходцы с партийной системы, поэтому так и будем по этой форме, да? Потом останетесь, и мы выберем из них председателя, потому что, чтобы это как совет, или как председатель совета старейшин. Между прочим, во многих поселках и в Карасу это практикуется, это, значит, очень удобно. Так, ну, значит, и к вашему сведению, я просто, у меня есть вот немножко фактов, значит, все мусульманское, значит, население, и, значит, и в ближнем, и в дальнем зарубежье, начиная, ну, все восточные народы, Ирана, Пакистана, Афганистана, и во всех странах проживают казахи. Ну, вот я, значит, вас просто к сведению хочу, значит, сказать, что из нашей республики Казахстан самое большее количество казахов живет в городе Чимкенте, 1 миллион 85 тысяч. В Алмате живет 440 тысяч, в Кустанае 200 тысяч, но я тут просто в Карасусском районе проживает казахов 6837, в Ключевом, значит, у нас живет 450 казахов, значит, из населения 1000, у нас 1808 населения.
Так. Значит, в дальнем и ближнем зарубежье, это просто вам для интереса, живет тоже. В России, значит, из ближнего зарубежья самый больше живет, значит, в России. 1 миллион 296 тысяч. Значит, так, дальше, значит, живут в Китае, значит, 1,5 миллиона, в Монголии 157 тысяч казахов проживает, значит, даже живет, значит, в Австралии 500 тысяч, значит, казахов, да. В Австралии, в Англии и так далее. В общем, всего на земле проживает 10 миллионов 250 тысяч казахов. Вот, и мы, значит, в том числе 450 человек, значит, входим в это 10 миллионов. Так. Ну что, келгеніңізге көп рахмат. Келесі айтмайрама құтты болсын. Бәрі жиналған адамдарға зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, тыныштық, татулық, бірлік тілеймін. Namazı hayır okuyayım inşallah. Сейчас у нас пройдет первое заседание Совета старейшин. Я думаю, это событие войдет в историю. Вот, значит, из числа избранных вам самим сейчас предстоит избрать председателя Совета старейшин, который будет работать в тесном контакте вот со мной, как и с Акимом, значит, Сила вот, с Каирбековичем, как председатель правкома. Ну и будем, значит, совместно вместе с директором вот, решать все эти вопросы. Я думаю, что вот это Совет старейшин очень хорошо, что народ поддержал, избрали, потому что вот видите, сколько, значит, вопросов появляется, и все нужно решать. Потому что мы одни вот это решить не в силах все это, и поэтому нам нужна помощь общественности. Ну давайте вот теперь сами предлагайте, кто, значит, кого будем избирать. Если остальные Байкову не против? Mına argumenti dürüst. Mına argumenti kötürgelet mesela. Biz el bo'latın bolsak, jinalayaq. Eger sen bulay tartsan, men bulay tartsam, olarga tartsak el bo'lmaydi, telefon bilan aytdim. Mana bir arvoy esib keldim. Eşe men kiriptin azamatlarına. Mına bize batıga baratganda bärini aytdım. Biz basımızды qo'shmasak, ana o da bulayır, buna da bulayır. Davacıdan bizim kolumuzda dedi. Bizim kolumuzda duruyor. Eğer de biz basımızı koysak, bir ötüp etkileyiz. Sen bulay tartsan, men bulay tartsan, davay. Hani endi tepti, onda yörsek ayağın keteveretin bolsa, benim tındamaydım, men aytdım, bana iş жасайын dedim. Zaten bir kiyetli azamatlar. Koymasanlar, benim bir sözümde var, осы мынау оразаның ішінде, хабар айтқан ақылып кетіп жатыр. Енді жұрттып жиналып мені сұрайды, сен өзің ақсағасың, не білдіріп жатқан? Несі білдіріппін? Сен имамдар қарсы шықтың, қайда қарсы шықтың? Мен айтып жатырмын. Сол жауап айтты, егер осы қойдырмасақ, мәлкір базар басылып. Bir істеп жатыр, өзі шошқысы да, оны әуелі ақсақалды құртып алу керек, о да ұстап жатыр. Сосын біз қалай істемейміз дейді. Енді кіп қарамыз қарайды, мен өзім бәйді жай жүрміз. Соны қарап жүрміз. Енді барамын yukarı тексерген. Сосын мен айтайын, давай қайтсек те біз басымызды біргейік. Шалдар болып бірігіп осы қолға алайық. Мен бұл мына жақсы бүгін көтеріп жатыр. Барына үлкен рахмат болса, мен бұны қашан айтып келемін. Қашан айтып келемін. Осы елғанда 5-6 басып қосып бірлік берсек біз ел болмаймыз. Ел болуға өйткені енді мына жерде адам ел болып жатқанда біздікі күліп жатады. Қалай болады? Мен осы бәлен істеп келатырмын. Не үшін? Күлшева ел болсын. Бірдіге бірлікпен тұрайық. Күлшева ел екенін атағын алайық. Мен жабылып жасым жетті ке шайып жүрген. Егер бәрін қоссақ, біз ешкім бұза алмайды, ешкім. Міне осы отырған халық жинайықшы. Көресің, көбісі шығып қалай қарай. Соған шейін бару керек, сонда ешқайда болмайды. Міне бұл қойған тәртіппен отырамыз. Әрқашан осы бірлік болсын, ұйымшылдық болсын, не ақылдасайық. Дұрыс, не ақылдасайық, барым жиналып. Мен бір кісіде ақ шықпайды ғой. Ол мен айтып жатса, біреу ана өлеп жатса, біреу іш болмайды. Сондықтан мен сіздерге бұл шыққан, айтқан ойларыңа өте қосыламын.
Үлкен рахмет, бұл көптен ойлап жүргенсім еді, мүмкін орындап, мен жүрегім ғана сықын сияқты болды. Баршаңыз рахмет. Ал енді сіз қарсы емессіздер ғой. Бәрімізді бірдей. Бірдейсіз. Өміріме келді міне, алып барам мінекей, мынау шарағым сен жассың міне. Жассың деп мынау Дұрыс. бұл дұрыс міне, бүгін келіп жинағым дұрыс болды. Кешегі Қозыбаевтың айтқан өте жақсы болды. Міне бас қой. Ақанның қолына келмейді. Бұған біз енді бәрімізді бірігіп көмектесейік. Қандай жағдай болсын, мынау елдің дауы болсын, енің несі болсын, қандай мынандай той болсын келеатқан. Соның бәрін мына ақсақал айтса, біз осының бәрін қостап бірге. Қарсы қосты айтыру, жетеуміз отырып бір адамды тоқтатамыз ғой мысалы. Қиғаш кетіп барады. Мен ойлаймын, міне Ирина Зуфаровна рахмат, бүгін осындай Шәкен бәрін ел азаматтарына, Қозыбаев Расимиршке рахмат. Міне осындай басымызды қосып, мен маңында бірінші рет осы ключевойдың басында тұрған, бірінші рет осы қазақ мұсылман болып қосылып басымды жеп атқанымыз. Бұл енді бұл балаларға жастыққа өсіп келе жатқан адамдарға сабақ болады. Жас мынау бөлек содан бастап келешекте. Қалғандарына мына сабақ өмірге не тек болады дейді. Бізде мынау ключевойда ел дейді бір ел. Сырттан қарағанда ел дейді. Сондықтан бізге ел ағасы керек, ел ақсақалы керек. Ел болып мысалы алға ұстап барсақ, біз міне ключевой келдік дейді. Соны мына кісі енді сөз айта алады, тіліне ақылы сай. Бәрімізге енді бұл кісінің көпті көрген адам, жақсыны да жаманды көрген адам. Сондықтан бір адамға жауап береді деп мен ойлаймын. Сондықтан мына енді тағы да мен тілегім енді осы отырғандарға көмектесейік. Ел ақсақалына, ол жалғыз ел ақсақал емес, осында отырған ел басшымызға, президентімізге Қозыбаев айтасымыз. Жалғыз енді ол кісіміз ғой, мынау Ақан. Сол кісіге де көмектесек, елдің жағдайын, ол кісі бүкіл халықты ойлайды бізге. Ал енді менің айтарым сол енді басқа. Дұрыс айтасыз. Осы елдің қамын ойлап елдің атақтарын көрек қой, сол кісімге күлкі болмау керек, елімізді кетеместі керек. Осы кезде әдемілеп келді ол жақта. Енді бұл тайып кетіп ойын. Елде ұйымшылдық болса береке болады. Елде ұйымшылдық алауыз болды, бұл ел болмайды. Быт-шат өзін бірін-бірі құртып, сонымен Бірін-бірі құртып, қаңғырып кетеді. Мына елді, мынау ел ақсақалдары болсындар, мына Байекең бар, Мәкең бар, Ақай бар, Қақаң бар. Біз кішкене жастауыз ғой, сонда да поддержка береміз ғой. Мынау әлгі Қосылдақ жағын, оны жостқа алу керек. Тыңдап отырсам, общем, біраз жерге кіріп кетті, жасырын. Біраз жерге кіріп кетті. Вот, жостқа қою керек. Сен аштан өлетін болсаң, аштан өлтірмейміз деу керек. Ел басқарып отырған директорымыз бар, елді билеп отырған администрациямыз бар, рабочий комитетіміз бар. Сен аштан өліп баратсаң, соларға көмек береді. Топта олардың әлі жетпесе, күнде өзіміз жиналамыз, халыққа жиып береміз. Соған дейін бару керек. Мынау да құрт деді ғой. Ол бірінші мәселе. Бұл ең ішіндегі мәселенің ең ауыры. Сөзін, мынау әлгі сіздің айтқаныңыз дұрыс. Халық болып елді ұйымдастырып, елге келіп отырған мынау бастық, бір жыл отыра ма, 10 жыл отыра ма, елді біздің еліміздің орталығында қонақ. Қонақ, уақытша қонақ. Бұл өмірлік отыратын жігіт емес. 10 жыл отсын, 5 жыл отсын, түбі кетеді. Сондықтан, ол бәлен жерге елге бардым, ит болып келдім дегізбейді. Соны әл осы ортадағы әңгіменің бәрін құрту керек. Рахмет. Енді шынға келгенде, мен де тату-тәттілікке ештеме жетпей бірлікке. Мен келе салтымен өз қарындасым ғой, енді жасыратын ештемесі жоқ. Бәрін де білесің. 2 рет 3 рет айттым. Аға маған тиіспе, менде жұмысың болмас деді. Енді арғай менің айтатын сөзім болмады. Соған нанбайды бастығым. Бастығы емес, менің бастығым болған жоқ, мен енді ел бастығы ғой. Сондықтан. Сонда да мен әлде де сол айтатыным, сол крайнысқа бару керек. Қойсам қойды, қоймасам кетті жүрдің. Көзге сойы керек қой негізі. Бір адам істегесем, мына халық отырады бармайды. Біздікі мынау енді бұл болды ғой. Қойсам қойсын, қоймасын кеттеу керек, все. Ол істегесем ба, айқайнай бір жүрегі бір адам түксем ба. Егер де халық бар бір ауыз болды ма, істеген емес.
сол общий бірлік болу керек. ел ақсақ мынау сіздерге мен бала кезімде мынау осы біздің құсмұрын дейді. Ана станция құсмұрын біздің құсмұрыннан алған. Кейін жатқан құсмұрын Киров болды, үш колхоз. Соның құсмұрынында біз туған жеріміз ғой. Сонда постоянно мынау Нәшкеннің балалары Тослей мен Тоқашан басқарма болады. Сол Қошаны біздің өзі күйеу бала болды, ақтығында өзі Әбжанның қызына бізге жезде. Сол келім политика. Елдің шаруасы жүрмей жатыр ма? Елдің ақсақалын жинап алады. Анадан сен вот Жұрынтай тұқымынан кім старшы бір шалды алады, ана Кәкенді алады, Шүйіштен, анадан Әлбекті алады, тогда не другой. Соларды ақсақалды салады деп. Мынаны істетесің, мынаны істетесің. Ақсақалдардың айтқаннан кететін жігіттер жоқ. Сол политикаға барды. Сондықтан ел азаматы болғасын, елдің ақсақалдардың айтқаннан ешқайда кетпейді. Решение взял, все, конкретно. Конкретно, все. Значит, так. Решение выбран председателем Совета старейшин, значит, спасибо большое, что, значит, что избрали, что поддержали. И надеюсь, что вместе будем работать, и тогда у нас будет меньше разных разногласий. Конечно, мы живем в одном поселке, значит, делаем одно общее дело. Я тоже, значит, с вами полностью согласна, что у нас должно быть единство. Да, если единства не будет, то, значит, у нас дела не пойдут. Ну все, спасибо. Да, если... На фоне таких зданий, хоть любое здание построено, она признание Mana siyaq ana siyaq мәнелесі бір екі Сонай. Алдынан екі жақ маңдайшасын еркін кірек әр жері әлі төрт ортасынан екіден жіберген проект орнары ол арқысы мәнеді мына шет сияқты оған арасы қалай түрін кетіру керек кішкене көз тартатын онда айтып кетсе былай пулас еткізіп ол мән болмайды ма бір төрт бүрсте айнек ол дұрыс болады бір ады шет сияппақ қорғас мәнер болмаған жоқ Yok, sigorta mı? Yok, otur. Onu ben de getireyim.
Қалған осындағы үлкен сен. Сондықтан мынау біз жақсы іске қол бастап жатырмыз. Мынау бастықтарға рахмет, Қозыбайға, Ермекбайға. Енді мына келешекте ұрпаққа біздің қазақтың ғұрпын, ғадетін, исламның қандай қасиеті бар екеніне мынау естіріп жатырмыз. Сен енді өзің міне
Kәріліктің соңы жастыққа кетті ғой. Кәріліктің соңы дегенде мынау сонда мәселе соған бата бер. Сонда мәселе жатыр. Соған бата бер. Ал, қане ал. Мына келешекте ұрпақтарымыз аман болсын, сау болсын. Ey Allah'tan Allah olsun. Dalga mesleği kutlu olsun. Ya Balalarını uzak olsun. Amin. Amin. Almıyor bismillah. Allah Teala olsa dinin yastığı diye bana çakarım versin. Olsun. Amin. Dilekleri kabul olsun son içinde. Ey Allah Teala olsun halkına dileklerini kabul et Allah. Ne bekleyin olsun, hayır, ne bir Allah olsun, azamatlar mutlu, uzak olsun, dağıslar olsun, da olsun, bravo, biz yetelim askan, nerede kutlu olsun, Allah Teala, iyilik başka yetelim. Allah Teala'dan bize şimdi başka olsun size. Her şey olsa beklesin de olsun. Amin. 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 Al endi bizning İslam dininin birinchi belgisi, eng tangbasi Qozoq xalqining bo'lsin, İslamning bo'lsin bir meshit. Meshit degan bu qanday adam bo'lmasin, Allohga tavbashlik qilsin, Xudoning uyi deydi qo'y. Tavba qilsa o'sha meshitga kiradi. Birinchi tangam. Ikkinchi tangam bizning Qozoq xalqining qanday tangasi degan tilimiz. Осы тілімізде дініміз тұтау керек. Үшінші таңғамыз қазақ халқының ғұрпы. Кім сізден қазақ дегенде қандай ғұрпың, қандай тілің дегенде өз тілімізбен ғұрпын ұстау керек. Ол енді Құранда да бар ғой, күн қылса Құдайдың құлы Мұхаммед деген керек. Сол сияқты мынау енді осыған ниет білдіріп, осыған басқан жатқан мынау совхоздың бастықтарына, совхоз дейміз ғой өзіміз. Қозыбайға, Енез Қорнаға, мынау азаматтарға, мынау прорабтарға, мастерлерге өте рахмет айтамын. Ал енді қалайық айтатыным, бәріміз көптікізде көл болады деген. Жаңғыз ғана совхозға қарап отыруға болмайды. Жасымыз, кәріміз, мына келешекте біздің ұрпақтарымызға тастап кеткен белгіміз болады. Айта жүреді. Сондықтан әрқашанда біз мұсылманбыз, қазақпыз десе осыған келеді. Осы келешек жастардың үйі. Ертең бұған келгеннен кейін неке қию деген болады, біздің қазақ халқының өзінің ғұрпы. Сосын бала сүннеттендіру күн болады. Сосын тұсаукесер деген болады. Қазақтың қағидалары көп қой. Сондықтан көптеп, көлемдеп осыған жәрдем берейік. Ештемеміз кетті. 1000 теңге деген не ол? Өзі 150 үй бармыз. Соның 5-еуін шығарған уақыттарда 150 үй бармыз. Ал енді балаға анамына садаға келіп беріп жатады ғой онысы. Сондықтан көптеп, көлемдеп, осыған бар күшімізді, ақылымызды салып, осыны бітіруге жанталасайық. Тұталайық, ағайындар. Дұрыс қой. Жаңғыз бір адамның қолынан келмейді. 1000 теңге деген не нәрсе? Ол да тұрған іштеме жоқ. Bir көйлекке де жетті. Bir малда өліп қалады, bir қойда өліп қалады. Сондықтан міне менің айтатыным халқасынан да ал осының ешенді Алла Тағала әрқашанда ой мақсатымызға жеткізе берсін. Осымен тұрғызда келешекте ұрпақтарыма аман болсын, аспанымыз ашық болсын, халқымыз аман болсын, ел жұртымыз аман болсын. Иә, аспанымыз ашық болсын, даламыз әңгет olsun, қамбамыз дәңгет olsun. Бала шағаларымыз әрқашанда осының қызығын көріп, ары қарай біздің өмірімізді жалғастыра берсін. Allahu Akbar. Hakkın. Os bazlarımın kırmızı olsun. Şimdi olsa bazlar. Yesen. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselatu. Esselatu aleyna sel murselina. Muhammeden ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Yanımda тұрған халқым, басшыларым, қадірменді ақсақалдар, ауыл тұрғындары, сіздер бүгін мынау біздің қазағымыздың ұлттық Алла Тағаланың қасиетті үйі болған мешіттеріңізді бастап жатырмыз. Осыған Алла Тағала барлығымызға жақсылық әкелсін.
осыған атсалысып жүрген азаматтарымыз, ауылымыз басшысына, басқа да азаматтар, прораб, есен, бұлай, осыған атсалысып жатқан басқа да мынау құрылыс шеберлеріне, барлықтарына Алла тағала жақсылық әкелсін. Алла тағаланың жәрдемі болсын. Бұл біздің ауылымыздан кімде-кім Құранда айтқан торғайдың ұясындай мешіт салатын болса, қандай бір жерге, соған Алла тағала жәннат түншілейім депті. Ал сіздерге мынау тұрған басшыларымызға, ақсақалдарымызға, бала шағаларымызға, барлықтарымызға Алла тағала сол жақсылығын берсін. Әрқашан жастарымыз ұзақ болсын. Барлық жақсылық осы мешітімізде өтіп, осы қасиетті ордамыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын үлкен орда болсын. Алла тағала жақсылығын берсін. Барлықтарыңыздың жастарыңыз ұзақ болсын. Осыда барлық жақсылықтарыңызды өткізіп, аман есен ойлаған армандарыңызға жетіп жүре берулеріңізге мен имам атынан тілектес білдіремін. Құрметті қалайық, мынау орталық істе мынау халық үшін, өзіміз үшін, мұсылман үшін баста айтып отырмыз. Ол бәріміздің қадамымыз құтты болсын, қайырлы болсын. Осы мешітке арнап басталғанына бір 5-6 ауыз өлең жазып, соны оқып берейін сіздерге. Сен осылардың газетке беріп аттың ба? Игі істің бастауы. Ассалаумағалейкум, көп қалайық, Құдайдың сәтті күнін құп алайық. Ортамызға алғаш келген мешіт үйге араласпай, игі іске сырт қалмайық. Бәріміз қосылып бір күш солайық, үлкен жасы бірігіп бір болайық. Осы елдің бар мұсылман баласы болып, мешіттің іргетасын біз қалайық. Қазығын ортақ үйдің біз қағайық, Аллаға қызмет істе біз жағайық. Кейінгі ұрпақтарға із қалдырып, жастарға абырой атақ біз тағайық. Халық үшін ортақ істі біз қылайық, мұсылман баласына болсын лайық. Көп түкірсе көл болады деген екен, уақыт пен қаржыны біз табайық. Бисмилля де бастадық істің басын, сәрсенбінің сәтіне салып тасын. Алғашқы қадамымыз құтты болып, қуанышқа бөлінсін кәрі жасын. Ел басшысы әкімменен бөліп жерді, орталықтан болсын деп уәде берді. Жақсы іске қалайық риза болып, сыйлайды ғой халық үшін туған ерді. Қайырлы болсын. Bunu енді газетке берейік. Газетке беру керек. Газетке. Арадан да... Ана жолғы да бір... Аямна фонна салдырып салдырып. Давай, Толик, давай, ложи пока здесь. Аманбай, келдім. Тұратыңдар енді біз қайдар жоқ. Есть болса, потом шнякап намыстаймыз. Екеуі. Екеуі Allah Teala Aynen.
Как думаешь, вставайте тогда. Нет, пошли. Или нет? Неге тұрмайсың? Еркен, Сергей, иди сюда. А сен көрінбейсің бұлай. Айда қойып. Үйге жақын Пенсияға бар ғой, пенсияға. Sen жазып қойсың ғой Аяжан. Хорошо, сен Аяжанға жазып түр. Завхоз кіші бойынша солай жазып қой, білдіріп қоямыз. Бір жеріне. Память футболды бір қой. Фундамент салғанда. Сол